Assalamu alaikum, эфирде нәтиже программасы бүгін декабрьнің 11-і студияда сілер үшін мен Шевкет Аматуллаев чалышам. Құрманда тұтылған Ескендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров, Рустем Эмирсиновны ishgalchiler terroristik тақымда иштирак еткенінде қабатлай. Оларға ресми қабатлав шығарылды. Адвокат Лилия Гемиджи білдіргеніне көре қабатлав уйдырылған вестақты лингвистик экспертиза гызден санын шатлығы. ФСБ хадимлері тентув девамында кетіріп ташлаған электрон информация ташыйжылар есасында құрылған. Құран тефсері ве голос Крыма газетасында халифат аққында олғаны малюмат мабуслерінің қабатыны таздықлай дей ФСБ хадимлері. Даваны ве мабуслеріні яқын вақытта Русияның Женеве арби махкемесіне еллайжақлар. Февраль айында бірінші махкеме топлашулары башлана біле. Ребята готовятся к суду, готовят свои речи, готовы отстаивать свою невиновность и непричастность к терроризму, к террористическим действиям, настроены бодро, понимают, что эти дела носят определенно, скажем так, предрешаемый такой характер. Практически нету ни одного дела, где был бы вынесен оправдательный приговор или какие-то данные маленькие сроки. Мы видим тенденцию, когда сроки с каждым разом становятся гораздо более выше, чем в предыдущие разы. Бақшысарайда тұтылып, Хизбут Тахрирге алақасы бар деп 9 елға махкеметілген сияси мабуслер Зеври Апсеитов и Рустем Абильтаров әжеле тебе ярдымға мұқтаж. Украиналы омбудсмен Людмила Денисова білдіргеніне көре Абильтаровның сүйреклі хасталығы ағырлашқан, евелсесе о микроинфарктқа ұғыраған. Зеври Апсеитовта есе бұйрек ветті шағырсы бар. Дайми қан басымы көтерілгені инсультқа кетіре біле. Ләкин рус түрмеджілері бұңа құлақ асмай. Людмила Денисова Русиялі омбудсмен Татьяна Москальковаға мұраджат етіп, мабуслеріні бақтырып, оларға керекли ярдым берілмесіні талап етті. Адвокатлар айтқанына көре, сонки көре, мабуслерінен октябрдан сонында көрішкенлер, о вақыт есе оларынан сағлықлары тұрғын екен. Медичні працівники не надають належну допомогу нашим співгромадянам. У невідкладному порядку звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити термінових заходів з метою відновлення прав громадян України, а саме сприяти проведенню повного медичного обстеження, за результатами якого надати їм необхідну медичну допомогу. В то же время Зеври Апсеитов, у него, естественно, было проблема, там давление у него скакало. Потом уже в октябре месяце, когда его посетил второй раз, он был в нормальном здравии духа. Рустем Абильтаров был доставлен вот в октябре месяце, где-то в конце сентября, начало октября, что ли. И он удалил тогда зуб. Он переболел простудным заболеванием, но переболев, он ко мне, когда я с ним встречался на свидании, был здоровый. 14 yıllık gıyabi apыс müddeti Киев mahkemesi Қырым парламентінің сабық депутаты Светлана Савченканы devlet қайынлігінде қабатлы оларақ танып үкім шығарды. Таққатының малюматына көре, Украина топрақ бүтінлігі бозылмасы үшін әрекетлер япып Русияге дестек көстерді. Үкімде Қырым парламентінің топлашывында иштирак етіп, Қырымнан қанунсыз анаясасына рей беріп, қанунсыз ishgalchi органлар құрылмасына қол тұтқаны қайдетілі. Дигер депутатларының давасы да махкемелерде бақылмақта. Вчинення злочинів проти основ національної безпеки особи повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності. І, як приклад, депутата Світлану Савченко визнано винною в державній зраді та засуджено до 14 років позбавлення волі. Принциповим обов'язком прокуратури автономії при підтриманні публічного обвинувачення було довести вину та забезпечити невідворотність покарання. Донбассның хусуси статусы канунындан сон анайсыға деңішмелер кіртетілмесі шарт дегелі. Слуга народа фракциясының баш Александр Корниенко айтқанына көре, Бесиқаны ярын парламентінің бақуына шығарajaqlar канун лейхасына көре Донбассның хусуси статусы да бір елға девам еттірілмелі. Корниенко білдіргеніне көре, халқы депутатлары ishgal етілген территорияларнен бағлы яңы канун лейхасыны ішлеп шығармаға істей. Чүнки олған канунның тек елінің сонына қадар күші бар. І ми фактично не змінюємо слова, змінюємо тільки цифру. Ми зараз до цього ставимось більше як до формальної історії, що дати собі час розробити новий закон. Але під час цього має продовжувати законодавче забезпечення Мінського процесу.
Миротворец мерkezінен гоноллері Русия үжіретлі аскерлеріні мейданға чықармақ үшін информацион операция кешірді. Олар шақси арби шіркетінің теркібінде арби әрекетлерді іштирак етмеге азыр олған тежавузжы девлетінің арбилерінің ұстына açты. Бұне бәрбер Дмитрий Зайцев олған бір үжіретші аскерінің ишғал етілген Қырымға, Қырым татарларға қаршы жезалап операцияларына қошылмаға разы олғанны білділер. Дмитрий Зайцев Тамбовдан контрактлы аскер. Шахси арби ширкете çalışmak istedi, lakin миротворец незаретіне оғрады. Бұл сене сентябрь айында мессенджерде сахте аккаунтқа кіріп, озыны шахси арби ширкеті оларақ адландырған миротворец мерkezінің көңілері ile қонышты. Бөле етіп, Зайцев оларға бүтін сырларını açты. Оларға бүтін весіқаларını yolladı. Кележек нокта аскерінің психолог ile konuşmasıdır. Ona ise Зайцев Suriye'de Rusya cinayetleri hakkında anlattı, hem de Rusya ordularına şikayet etti. Устав, стукачи, лишение денег, никаких конкретных действий в данных странах, где мы находимся, нет. Я не вижу будущего в этом. Плюс полное безразличие к людям. Зайцевны желп етіп, миротворец те оны қайда yoламақ мүмкін деп түшінмеге башладылар. Русия ордуларынан кетіп, елінден келгенini yapmaға азыр еді. Оны Украина телекесізлік қызметіне теслим етмек пек қолайдыр. Бұл себептен үжіретлі аскеріні ишғал етілген Қырымға, яғни Украина девлет сынырының әселет бұзуына yolладылар. Венді бұл сене декабрның 6-сында Зайцев Ярымадаға етіп келді. Бөлелікнен о cinayetlerге азыр olғанını Кения таздықлады. Айрыжа тамыр халқы Қырым татарларға қаршы. Здесь, в Крыму, большое количество местного населения, как правило, это крымские татары, которые недовольны происходящим. Ты понимаешь, там оккупация, все вот эти вот дела. Периодически мы проводим, в том числе, карательные операции, то есть мы кого-то можем взять, отвезти куда-нибудь или потерять где-нибудь. То есть тебе нужно будет участвовать вот в этом, поэтому ты приехал в Крым. Хорошо. Да, хорошо. Айтқанына көре өз яшайшыны башқа жақурып оламай. Қайнақчы зенаты олғанына бақмадан бұл она келішмей. Үжетлі аскер оларақ чалыша біле, әмде бұны бегене. Қазанған параға мал мүлкіні сатым алмаға, яда асылда Русияге көчмеге істейді. Бұны Зайцев ФСБ бинасы yoluna аңлата. Анда есе оның үшін бекленілмеген сюжетінің айланмасы аюз берді. Не думал ли ты, что это будет не российская организация, которая занимается отловом российских наемников и террористов? Ну, например, из Украины. Почему бы этого не миновать? Бұл ан тек женкіні бегенген өлдірмеге азыр олған ве әркесінің нефрет еткен Русия үжретлі аскерінің хайеллері yok етілді. Украин миротворец меркезі оны незарет еткенini бірден аңламады. Sonra ise атта тешекүр білдірді. Спасибо, да, урок жизни. Да, пожалуйста. Бөлелікнен параға өлдірмеге азыр олған терроржы белі олды. Дмитрий Зайцев ile бүтін малюмат, весіқалар бе интервью әнді ичтимай ағларда пайлашқан. Олына Статюк, Заман, АТР. Ишгалжилер Қырымда Таврида yolunu құрып еңаз 90 тарихи абидені yok etті. Реставрация yapamız деп ханлар сарайының қадеми озғынлығына бозалар. Бұне бәрі Ярмадыда қанунсыз қазма ішлеріні кечіріп музей экспонатларыны Русия территориясына алып шықалар. Ағач пекітовы еріне бетон жаминын дамында кераметнің дуварларда есе каллиграфик языларының yok olması. Ишғал етілген Қырымда енді 2 yıldan берлі хан сарайының сөзде реставрациясына кечірелер. Украина медениет назерлігі бұны барбарлық деп адландыра. Тек Кереч Ақияр трассасы құрылышы үшін ишғалжилер тахминен 90 тарихи абидені yok etті. Це карта, на ній нанесено 90 об'єктів культурної спадщини, які було знищено в Криму під час будівництва цієї дороги, в тому числі і так звана бухта Акбурун, на яку вихід з мосту переходив на трасу. Там було вийнято і передано до камеральної обробки близько 20 тисяч предметів. Скільки з них потрапили до колекційного опису, ми не можемо сказати. Вандал реставрациядан ғайры ишгалжы Русия қанунсыз археология қазымларнен доғраша тапылған артефактларны есе Русия территориясына алып кетелер. Які порушення на сьогодні ми зафіксували на території Криму? Перше – це, звичайне, привласнення об'єктів. Друге порушення – це незаконні археологічні дослідження.
Третє – незаконне переміщення музейних предметів з території окупованого Криму до Російської Федерації. І четверте, звичайно, це перебудова або відозмінення з послідуючим втратою автентичності. Ишгаль вақтында Кырымда тахминен 5000 тарихи мемория абиде бар еді. Бұнен берабер 1 миллионға якын экспонат мевжут еді. Оларның бір қысмына Кырым музейлерінден Ишгалжы девлетінің территориясына енді кечірділер. Бұл қанунсыз әрекетлеріні тоқтатмақ үшін Украина халқара махкемелерге мұражат етмелі. Бұл кібі қанунсыз фактларға сусмақ тек Ишгалжылерінің менфаатынадыр. МКС підтвердив, що він бачить злочин переслідування в Криму, зокрема переслідування за політичними ознаками. Що це означає? З одного боку, це ускладнює доказування, з іншого боку, як так зване релігійне переслідування кримських татар, зокрема, так званих радикалів з Хізбут-Тахрір, так і чомусь привласнення майна саме православної церкви і афілійованої, зрозуміло, не з Москвою, і так само апропріація або модифікована реставрація пам'яток кримсько-татарської культури, вони всі можуть підводитись під доказування цього злочину переслідування з політичних мотивів. Ақ корчалайчылар емін Росія Федерациясы махсус тарихи мирасларны yok етем. Російська Федерація намагається на території окупованого півострову якомога стерти з Криму згадки про кримських татар, про українців. Кырымның тарихи абиделері yok olmaması үшін бұл бозғынлықларны қайд еткен реестрлер олмалы. Бұнен берабер Украина Ишгалжы девлетке қаршы Ишгал етілген Кырымда тарихи мирасны yok еткені үшін халқара санкциялар көрсетілмесіні талап етмелі. Виктория Козып, Заман АТР. Алупкада Кырым татар Ресама Зарима Трасинованың 80 жылдық юбилейіне бағышланған оның шақси сергісі açılды. Зарима ханым 1939 сенесі doğdu. Küçük балайкенде қорантасы ве бұтын Кырым татар халқының берабер ватанından sürgün etildi. Ресам Ташкентте Ресамлар оқув юртына ве театр Ресамлар институтына биtirdi. O Ресам графист ве иллюстратор oldu. 1994 senesi Зарима Трасинова қорантасының ватанға абдет oldu. O yüzlerce resimlerinin ve kitaplarda olған иллюстрацияларының мойлефі ola. Кырымда olған bu digер вақиялар hakkında nevbete kelep қамыз. Ишгалжылер акимиеті Акмезжит суан барыны қоралады. Текенли Телнин қораны каналның екі тарафында ерлештірділер. О Бенттен Ялта трассасының янында Купурге қадар созула. Су свейсі анда есе пек алчақ. Ярымаданың сөзде акимиеті Кырымның бутун ичімлік суан барыны да кечкен ел бальде қораламаға башлады. Санкедерсін бойлы етіп гидротехник иншаатларыны қорумақ істейлер. Айны вақыт Ишгалжы акимиетінің темсилчілері қайдеткенлеріне көре ичімлік су едекlerinin еліні март айына қадар теменеті білелер. Ичімлік суының етішмемезлігі сонки бір қач елінің ең актуал меселесіdir. Бұтын ярымаданың суын барларында су азлаша яда аслында олар қорып қала. Суын барлары атта қышта қорумаға девам еткеніні бұ фотолар таздықлай. Оларны туристлер Ақярның жыварларында байдар вадисінде япты. Бұны көргенлерінің тахминлеріне көре бойле су азлашуы яғанакларның етішмемезлігінен бағлы. Акмезжит соғақларындан бұрыны Москваның сабық мэрі Юрий Лужков шерифіне адландырмақ істейлер. О Туневын Алманияда вефат етті. Лужковның адынын соғақ адландырылмасы ақында Кырымның Русия жемиеті тешкелятында лав юрсеті башладылар. Вет тек Акмезжитте дегіл. Кырымдан Федерациялар шурасының азасы Сергей Цеков айтқанына көре, Москва шер башының ады иле соғақлар Кырымның башқа шерлерінде де пейда ола біле. Бұндан ғары 17 елі вел Лужковны Фахри Кырымлы оларақ таныған еділер. Виктория Козуб, Заман, АТР. Бұдаққада нетеже программасы сонына етті епіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. АТРден айырылманас көрішкенже.